Саламатсыздар ма оқушылар? 4-ші сынып математикасы. Бөлім атауы ғарышқа саяхат. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы теңдеулер. Теңдеулерді түрлендіру тәсілімен шешу. Күн жүйесі. Сабақтың мақсаттары: теңдеулерді түрлендіру тәсілімен шешуді үйренесің. Алдымен оқушылар, күн жүйесі туралы бейнематериалға назар аударыңыздар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз күн жүйесінің планеталары. 8 планетаны күннен қашықтығының артуы бойынша атайық. Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун. Олар күнді белгілі бір орбиталармен айналады. Меркурий күн жүйесіндегі ең кішкентай планета. Меркурий күнге жақын болғандықтан, онда күндіз өте ыстық, ал түнде өте суық. Екінші ғаламшар Шолпан, планеталар ішіндегі ең ыстығы және ең жарығы. Таңда және кешке көрінетіндіктен, оны таңғы жұлдыз немесе кешкі жұлдыз деп атайды. Күн жүйесіндегі үшінші ғаламшар біздің планетамыз Жер. Жер бетінің 70%-ін су алып жатыр. Сондықтан Жерді көгілдір планета деп те атайды. Ол тіршілік бар екені белгілі жалғыз планета. Төртінші планета Марс. Ол қызыл планета ретінде де белгілі. Өйткені онда қызыл түсті топырақ пен тау жыныстары бар. Бесінші және күн жүйесіндегі ең үлкен планета Юпитер. Оның алыптығы сонша, оның ішіне 1300 жер сыйып кетеді. Алтыншы ғаламшар, яғни Сатурн, күн жүйесіндегі үлкендігі екінші планета. Ол сарғыш түсті. Оның айналасында мұз бен тозаңнан тұратын әдемі сақиналар бар. Жетінші планета Уран. Бұл ғаламшарды қалың газ қабаты жауып жатыр. Сегізінші планета Нептун. Бұл планета күннен ең қашық орналасқандықтан, ондағы суық желдер өте күшті. Оқушылар, күн жүйесіндегі 8 планета туралы білдің. Енді осы планеталарға арналған есептерді шығарып көрейік. Сәйкесін тап ойыны. Өрнектерді ықшамдап, күн жүйесіндегі ғаламшарлардың суретін атауымен сәйкестендір. 10А, азайту, А, қосу, 7А. Өрнектегі сандық көбейткіштермен қосу және азайту амалдарын орында. Жауабы қандай болды? 16А. Бұл Жер планетасы. Келесі 25А, қосу 35А, азайту 20А. Бұл планетаның атауы Шолпан, шешімі 40А. Келесі 10А көбейту 3. Дұрыс. Бұл планетаның атауы Нептун екен. 30А жауабы. Келесі планета 2Х көбейту 9. Бұл планетаның атауы дұрыс, 18Х. Яғни Сатурн екен бұл планетаның атауы. Келесі планета 2Х көбейту 9. Бұл планетаның атауы дұрыс, 18Х. Яғни Сатурн екен бұл планетаның атауы. 52А қосу 32А, азайту 4. Бұл планетаның атауы Уран екен. Келесі планетамыз
4х көбейту 6 көбейту 10. 240х. Бұл планетаның атауы планета. 42х азайту 24х. Қосу 2. 8х қосу 2. Бұл планетаның атауы Марс екен. Келесі қалып тұрған планета бізде ең кішкентай планета. 52х қосу 32х минус 4. Ақшамдағанда шығады 84х минус 4. Бұны планетаның атауы Меркурий екен. Жарайсыздар, оқушылар. Сіздер өрнектерді ықшамдау арқылы планеталардың атауларын білдіңдер. Есіңде сақта, егер теңдеудің оң немесе сол жақ бөлігінде ықшамдауға түрлендіруге болатын өрнек бар болса, онда алдымен өрнекті ықшамдаймыз. Тек содан кейін ғана теңдеуді шешуге кірісеміз. Мысалға, теңдеуді шеш. 5х пен 2х-тің қосындысының мәні 49-ға тең. Теңдеудің сол жағын ықшамдауға болады. Алдымен сол жағын ықшамдап аламыз. 5х-ке 2х-ті қосамыз. 7х тең 49. Енді жай теңдеуіміздегі белгісіз көбейткішті табамыз. Белгісіз көбейткішті табу ережесі бойынша жай теңдеуді шешеміз. Х тең 49 бөлу 7. Теңдеуіміздің түбірі тең 7-ге. Тексеру. 5 пен 7-нің көбейтіндісінің мәні 35-ге тең. 2 мен 7-нің көбейтіндісінің мәні 14-ге тең. 35 пен 14-тің қосындысының мәні 49-ға тең. Теңдеуіміздің екі жағы теңесті. Келесі. 25y пен 75y-тің қосындысының мәні 800-ге тең. Алдымен теңдеудің сол жағын ықшамдап аламыз. Кәне ықшамдай қойыңыздар. Ол үшін сандық көбейткіштерін қосамыз. Жауаптарыңызды тексеріңіздер. 100y тең 800-ге. Енді шыққан белгісіз көбейткішті табу ережесіне сай теңдеуді шешеміз. Y тең 800 бөлу 100. Y-тің мәні тең 8-ге. Келесі. 450a 300a-ның азайтындысының мәні 600-ге тең. Алдымен сандық көбейткіштерін азайтып аламыз. 150a тең 600-ге. Енді белгісіз a-ны табамыз. Ол үшін белгісіз көбейткішті табу ережесін қолданамыз. Белгісіз көбейткіш бізде a. 600-ді бөлеміз 150-ге. A-ның мәні тең 4-ге. Жарайсыздар. Келесі 4-ші тапсырма. Теңдеуді шешу тәсілін түсіндіріп көр. Кейбір күрделі теңдеулерді қосу мен азайту, көбейту мен бөлудің қасиеттерін қолдану арқылы шығаруға болады. 4-ші тапсырма. Теңдеуді шешу тәсілін түсіндіріп көр. Кейбір күрделі теңдеулерді қосу мен азайту, көбейту мен бөлудің қасиеттерін қолдану арқылы шығаруға болады. X қосу 54, азайту 28 тең 38-ге. Бұл жерде алдымен теңдеудің сол жағында тұрған өрнекті ықшамдаймыз. Яғни, қосындыдан санды азайту үшін осы санды қосылғыштардың біреуінен азайтып, шыққан нәтижесін екінші қосылғышқа қосу керек. Қосында бізде x қосылған 54, x пен 54-тің қосындысынан 28-ді азайту үшін осы санды қосылғыштардың біреуінен азайтуға болады. Яғни 54-тен 28-ді азайтуға болады. Шыққан санды x-ке қосамыз. 54-тен 28-ді азайтқанда шығады бізде 36. X қосамын 36 тең 38 теңдеуін шығарамыз.
Белгісіз x-ті табу үшін 38-ден 28-ді азайтамыз. X тең 12-ге. Тексереміз. X-тің мәнін орнына қой. 12 мен 54-тің қосындысынан 28-ді азайтамыз. 38-тің екі жағы теңесті. Сәйкесін тап. 5-ші тапсырма дәптеріңе орында. 26-шы бетте. 100 бен x-тің қосындысын 2-ге көбейткендегі көбейтіндінің мәні 400-ге тең. Теңдеуді шешіп көр. Өз жауабыңды тексер. X-тің мәні 100-ге тең. Жарайсың. Келесі. B мен 400-дің қосындысына 200-ді қос. Қосындының мәні 1000-ға тең. Белгісіз B-ді тауып көр. Жарайсың. B-дің мәні 400-ге тең. Келесі. 700 бөлу Y азайту 2 тең 5-ге теңдеуінің шығарып көр. Y-тің мәні 100-ге тең. Жарайсың. 800 қосу X азайту 300 тең 600 теңдеуін шығарып көр. X-тің мәні қаншаға тең болды? X-тің мәні 100-ге тең. Жарайсың. Үйге тапсырма номері 4-ші жұмыс дәптері 13-ші 15-ші бет. Өз біліміңді бағала. Бүгінгі сабақты қандай деңгейде түсіндің? Жарайсың. Сау болыңыздар.